бізде а қалды да. Енді аны біз қайда қолданамыз? You are. Иә, дұрыс айтасың. We are. Олар. They. Иә? Так, қазір қате қоямыз. Зейдің қасына не қоямыз? Жаза қойым. Енді қараш мама, зей дегенде сенде бір қате кетіп тұр. Өзің дұрыстай аласың ба? Сонда мама? Жоқ. Қара қоям. Мына әріпің, мына жердегі әріпің не болады? О. Жоқ. Не болады? Зей. Мына аны біз өзің туралы айтқанда қолданамыз ба? Айдың қасына қолдана аламыз ба? Жоқ. Айдың қасына ешқашан біз аны да қолдана алмаймыз, изді да қолдана алмаймыз. Мысалы, Мді қолданамыз. тек қана мысалға қазір мына жерде сен I is 9 деп айтсаң, онда не болады? Үлкен қате болады да. Ол кезде ол дұрыс болмай жаттығу жасаған кезде үшеуінің қайсысы болады деген сөйлем кездессе, сен бірден М-ді қоюың керек. Сонда М деп отырмыз жалғыз қана немен болады? Аймен болады да, шатаспауға болады да, біреуіне ғана болады. Ал мынада из деп отырғанымыз үшеуінде болады. Ол біреу he, біреу she, біреу не? It. Сонда әр қайсысы өзінің қоятын жері бар екен, иә, Думан? Кез келген жерге қоя алмаймыз да. Мысалға мына М-ді апарамыз да, біз Z-дің қасына қоя аламыз ба? ZM деп айта аламыз да? Айта алмаймыз. Себебі Z-дің өзінің қоятын қасында сөзі бар, е? М-ның қасында өзінің сөзі бар. Екеуін естемейміз, шатастырмаймыз. Әркімнің өз сөзі бар ма? Иә, әр қайсысы өзінің орнында тұрады. Шатастыруға болмайды. Енді қазір. Мұның өз орны бар ма? Ай? Қайсының? Мұның? М-ның ба? Иә, өз орны бар. Қайсы ол орны? Ай. Дұрыс. Тек қана ай. Ау, is, it ба? Is, he, is, she солар ма? You are, they are. Солай ма? Иә, солай, иә. Енді қазір мына жерде біз мәтіннің орнында оқып көрейік. Сосын келесі сабақта мен бұның саған сұраулысын, болымсызын үйретемін. My name is Яна. Тамила is my friend. You are friend. Yeah, friend. You так, мынау you ма? Жоқ. We бұл. We are 10 years old. You are. We are Kazakhstan. We are Kazakhstani. Окей, yeah, okay. Енді сенің досың аты кім? Дәулет. Жаза қой. Full stop, нүкте қой ғой, нүкте қой. Енді Дәулет is my friend. Very good, молодец. Молодец, қарамай жаза отыр, Думан. Так, стоп. Френд дегенде қандай қалып қойды, Думан? Қалай ойлайсың? Қараш, қайттан ба? Жазған жеріңе. Е. И әріп қалып қойды. Е деп айтпаймыз, ә? Е ол қазақша, қазақша әріпті ағылшынды оқып отқанда айтпаймыз, ә? Ол да 9-да ма? Дәулеті 9-да ма? Туған күніміз бірге. Екеуіңдікі ма? Иә, енді онда біздер 9 жастамыз деп қалай айтамыз? Біздер. Мына ішіндегі біз деген қайсы, Думан?
мынаны оқи қой. You We де. he We. are We. Мгм. mine Yes. Мгм. old Мгм. Мгм. Окей, good. Иә. Біздер оқушылармыз деп қалай айтамыз? Оқушы деген қалай айтамыз ағылшынша? pupil Иә, pupil енді біздер оқушылармыз. Біздер деп қалай айтамыз? Жаңа ғана жазып жатырмыз. you are We are. my name is Так, стоп, Tumay. қайтадан. My name Name is is? my name Так, стоп. Нәм емес. name Вот. is Tuman. Dawlat is my friend. Так, стоп. Friend. 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 You are We. we are 9 Мгм. years Мгм. old. We are pupils. Yes. Окей. Бүгінгі сабақ түсіндік ма? Ага. Енді бір қорытындылап жіберейік. Сонда біз егер өзіміз туралы айтатын болсақ, айдың қасына не қолданамыз? Айдың қасына M болды. Yes. Ал he, she, it пен бірге не қолданамыз? Мана Дәулет деп айтып жатқанда не қолдандық? Is. Ал you, we, theyға не қолданамыз? А. Олардың орнын алмастыра аламыз ба? Жоқ. Ешқашан алмастыра алмаймыз, иә? Сабақ түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Жоқ, иә, келесі сабақта енді осылардың сұраулысын, болымсызын үйретемін.